23 желтоқсанға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, бұл күн көптеген тосын сыйлар әкелетіні сөзсіз, бірақ сонымен бірге ол өте жемісті болады. Сіз бірден жүзеге асырғыңыз келетін жаңа идеялар мен жоспарлар пайда болады. Бизнесте бастама көтеру пайдалы болады, сізді көпшілік қолдайды. Көптеген тоқты бұрын алған білім мен тәжірибенің пайдасын көреді. Сапарлар жақсы болады. Сізге жақын адам қосылса, олар әсіресе жағымды болады. Сіз көптеген қызықты нәрселерді көресіз және жақын арада пайдалы болатын нәрселерді үйренесіз. Ал үйден тыс уақытта сәтті сатып алулар жасауға мүмкіндік болады. Торпақ, қандай қиындықтар туындаса да, сіз жоспарлаған нәрседен бас тартпайсыз және бастаған ісіңізден бас тартпайсыз. Сіздің табандылығыңыздың арқасында сіз күткеннен де жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Күннің бірінші жартысында келіспеушіліктерден құтылуыңыз екіталай, бірақ өте аз уақыт өтіп, барлығымен ортақ тіл табасыз. Кейбір торпақтар жанжалдасып қалған адамдармен татуласады, үйде отырып, сүйікті ісімен айналысуды жөн көретін тауыстар жақсы уақыт өткізеді. Егіздер, күннің басы пайдалы істерге қолайлы. Бұл кезде сіз күтпеген жерден бұрын қиын болып көрінген нәрсені тез жеңесіз. Өзіңіз үшін де, жақындарыңыз үшін де маңызды сұрақтарға жауап табасыз. Көптеген егіздер үшін көп уақыт бұрын жинақталған тәжірибе дұрыс шешім қабылдауға және тітіркендіргіш қателерден аулақ болуға көмектеседі. Түстен кейін қолға алған барлық істеріңізге ерекше жауапкершілікпен қарауға тырысыңыз. Тіпті кішігірім мәселелер әдеттегіден көбірек назар аударуды қажет етуі мүмкін. Қиын жағдайға тап болған жақын адамға көмектесуге мүмкіндік туады. Шаян, күннің басы сізді қуантады, тамаша идеялар мен жаңа жоспарлар пайда болады. Кейбір шаяндардың өздерін бұрыннан қызықтырған мәселеге нақты назар аудару мүмкіндігі болады. Рас, табысқа бірден қол жеткізе қоймайды. Бірақ сіз шыдамды және табанды боласыз, сондықтан сіз міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Уақыт өте келе эмоционалды фон күшейе түседі. Түстен кейін ойларыңызды жинақтау қиынырақ болады. Ұсақ-түйек нәрселерге алаңдаушылық пен уайым болуы мүмкін, басқалармен тіл табысу қиындай түседі. Бірақ сіз өзіңізге қымбат адамдармен ортақ тіл табасыз. Арыстан, ақшаға қатысты барлық нәрседе абай болу керек. Мәмілелер мен сатып алуларға асықпаңыз. Сіз үшін қомақты ақшамен қоштасар алдында немесе елеулі қаржылық міндеттемелерді қабылдамас бұрын 2 рет ойланыңыз. Әйтпесе, күн қолайлы болады. Егер сіз пайдалы нәрселерге назар аударсаңыз, сіз оларда міндетті түрде табысқа жетесіз және бұрын барлығын таң қалдырған мәселелерді шешесіз. Сіз күнделікті мәселелерге біраз уақыт бөле аласыз, олармен тез күресуге болады. Кеш достармен сөйлесуге қолайлы, олар сізді қуана қарсы алады. Бикеш, осы күнге үлкен жоспарларыңыз болса, таңертең байыпты болуға тырысыңыз. Оңай жеңістерге сенбеу керек, сізге көп жұмыс істеу керек болады, жағдайлар өте жақсы болмауы мүмкін. Дегенмен уақыт өте келе, оң тенденциялардың әсері арта түседі. Күннің екінші жартысы қарым-қатынас үшін өте қолайлы болады. Кез келген мәселені елеулі келіспеушіліктер туындайды деп қорықпай талқылай аласыз. Сіздің пікіріңізге мүлдем қызықпаған адамдар да сіздің пікіріңізді тыңдайды. Ал сіздің жақындарыңыз керемет идеялармен бөлісіп, парасатты кеңестер береді. Таразы, айналаңызда болып жатқан нәрселерге назар аударуға тырысыңыз және ештеңені назардан тыс қалдырмаңыз. Сіз көптеген қызықты нәрселерді білуге және басқалардан бұрын маңызды ақпаратты алуға мүмкіндік аласыз. Пайдалы таныстар тауып, кейін сіздің көптеген бастамаларыңызға қолдау көрсететін адамдармен кездесуіңіз мүмкін. Достармен кездесуге қолайлы күн, сіз оларды өз орныңызға шақыра аласыз немесе қонаққа бара аласыз. Шағын сапарлар сәтті болады, декорацияның өзгеруі сізге жақсы әсер етеді. Кеш сізге және жақындарыңызға маңызды жақсы жаңалықтарды уәде етеді. Саршаян, бұл күн маңызды әңгімелер мен күрделі мәселелерге қолайлы. Көп нәрсе тәуелді адамдарды жеңу мүмкіндігі болады. Сіз дұрыс сөздерді және сенімді дәлелдерді таба аласыз, сізбен ешкімнің айтысқысы келуі екіталай.
Ақшаға қатысты барлық нәрседе сіз өзіңіздің интуицияңызға сене аласыз. Ол сізді ренжітпейді. Сәтті сатып алулар мен мәмілелер болуы мүмкін. Романтикалық қарым-қатынастар саласындағы оң үрдістердің әсері байқалады. Мұнда жақсы жаққа елеулі өзгерістер болуы мүмкін. Рас, бұл үшін бастаманы қолға алу керек болады. Шатаспаңыз. Мерген, егер сіз байыпты болсаңыз және жоспарланған істеріңізге жеңіл қарамасаңыз, күн өте жақсы болады. Табанды болу керек, өйткені бірден қалаған нәтижеге қол жеткізу екіталай. Бұрын үлкен қызығушылықпен жасайтын істеріңіз жалықтырғыш болып көрінуі мүмкін. Бірақ сіз әлі де бастаған ісіңізді аяқтап, тамаша нәтиже аласыз. Сіз әдеттен тыс іс-шараларға қатысуға және бұрын көптеген қызықты нәрселерді естіген адамдармен кездесуге мүмкіндік аласыз. Достық немесе романтикалық оқиғаның басталуы мүмкін. Тәуешкі, бүгінгі істер әдеттегіден көп уақыт алады. Күтпеген кешігулер болуы мүмкін, және сізге көмектесуге уәде берген адамдар сізді ренжітуі мүмкін. Шынымен маңызды нәрсеге келгенде, тек өз күштеріңізге сенуге тырысыңыз. Сіз қаржылық мәселелерді шешуге назар аудара аласыз. Сәтті транзакциялар мен күтпеген ақша түсімдері болуы мүмкін. Жеке қарым-қатынаста бастаманы қолға алған дұрыс. Бұл күн жағымды таныстарға уәде береді. Ол ескі байланыстарды қалпына келтіруге және жанжалдасып қалған адамдармен татуласуға да қолайлы. Су құйғыш, мазасыз күн. Әңгімелесулер көп болады, ұзақ даулардан аулақ болу қиын болады, және сізге қызық емес нәрсені талқыламай-ақ істеу мүмкін емес. Айналаңыздағы адамдар сіздің істеріңізге әдеттегіден жиі араласуы мүмкін, кейде сізді ренжітіп, ашуландырады. Дегенмен сіз тепе-теңдікті сақтайсыз, жағымсыз эмоцияларға ерік бермейсіз, және ешкіммен ұрыспайсыз. Кез келген күнделікті, монотонды тапсырмалар бүгінгі күні әсіресе қызықсыз және жалықтырады. Оларды басқа біреуге сеніп тапсырған дұрыс па, соны ойланыңыз. Бірақ қиял мен шығармашылық қажет жерде сізбен ешкім салыстыра алмайды. Балықтар, ұсақ түйек нәрселерге алаңдамаңыз. Бұл ең тыныш күн емес, бірақ бәрі жақсы болады. Ең маңызды мақсаттарыңызға назар аударыңыз, ұсақ түйек нәрселерге алаңдамауға тырысыңыз, сонда бәрі жақсы болады. Өз бетіңізше әрекет еткеніңіз дұрыс, ал көмек сұрасаңыз, бұрыннан таныс адамдардан ғана. Сіз ескі идеялар мен жоспарларға орала аласыз. Сіз өз жоспарларыңызды жүзеге асыра аласыз. Кешті жақын адамдармен өткізуге тұрарлық. Олар сіздің назарыңыз бен қамқорлығыңызға риза болады. Отбасылық жоспарларды талқылау пайдалы болады.